Қалайсыздар еңгерме жазушылар мен подписчиктер, сіздерге мен матчаптың беремізді. Майнкрафттың 6-шы бөлімін түсіретін боламыз. Достар, сіздерге рахмет. Алдыңғы бөлімде 5-ші бөлім лайк сұрап едім. Ал сіздер маған алдыңғы бөлімге 6 лайк жинапсыз. Сол үшін сіздерге достар үлкен рахмет. Және де достар, маған алдыңғы видеода мен сіздерден сұрағандай комментар алдырып кеткендеріңізге достар сіздерге үлкен рахмет. Міне достар, егер сіздер топ комментария, ерекше комментария түскілеріңіз келсе, комментарий жазыңыздар обязательно. Және де достар, алдыңғы бөлім көрмесеңіздер, 5-ші бөлім көрмесеңіздер достар, Майнкрафттан мына жоғарыдан подсказка шығады, сол подсказканы басып қараңыздар достар. Мен сіздерден бана айтқам, комментария жазыңыздар, ерекше комментария және топ комментария болады достар біздерде. Достар, сіздерге рахмет. Алдыңғы бөлімнің топ комментариялы біріншісі Вандерплей, саған рахмет, мотивация өтсіне комментарий жазғаныңа. Және де екіншісі Трофим Профи дейтін канал. Кешір, мен атыңда қате еттім. Сендер екеулеріңе рахмет, үлкен маған контент комментарий жазып сөйтіп мотивация беретіндеріңізге. Және де достар, енді ерекше комментария ол Мирас дейтін каналдікі. Мирас, саған рахмет, маған не алдырып кеткеніңе, задание алдырып кеткеніңе. Жалпы ол маған замок сал деп айтқан. Бұл замок салға кешір, мен сені осы жол неңді орындай алмайтын шығарым заданиеңді. Достар, маған заданияларын орындағанын қаласаңыздар, бұл Майнкрафттан достар, обязательно естіп задание жазып кетіңіздер. Есі орындай алып жатса, мен сіздер комментаріңізді, заданияларыңызды орындайтын боламын достар. Және де маған кішкене задание жазғанда мен андай типі заттарым жететін, сонда комментарий жазыңыздар. Яғни мен ресурстарым жететін, мысалы замок салуға, мысалы көп зат керек, көп типі булыжник дейміз, сондайлардың көбісі керек. Оны өзі істеу қиын, маған оған өзі заттар жетпейтін болады. Достар, сол енді комментарий жазыңыздар. Егер сіздер топ комментарий және или ерекше комментарияға түсу үшін. Және де достар, ең бастысы подписаться етуді ұмытып кетпеңіздер достар. Және кешіріңіз, мен алдыңғы бөлімде сіздерге айтқан, мына жерге не саламын деп, ферма саламын деп, яғни пшеница, картоп, морковка өсетін. Енді осы жолы салатын боламыз. Осы жолы енді точно демек, енді точно салатын боламыз. Осы мына бәр заттар дайын. Міне мұндай шарбақтан істейтін боламыз, және де мұндай ағаштардан істейтін боламыз достар. Және де мынаулар керек. Және достар, бүгін видеомызда осы екі задание емес, екі мен өзімнің ойлап тұрған затымызға орындайтын боларымыз. Біріншісі осы не салу, ферма салу, ал екіншісі бұл үйдің екінші этажын істеу. Жалпы мен оны алдыңғы видеоларда айтқан, не деп, екінші этажын істеймін деп, бірақ мүмкіндік болмай қалды. Енді кешігіп осы жол істейтін боламын. Кешіріңіздер, егер кешігіп қалып жатсам. Менің енді сауыр дейді, міне 26-сы. Достар, кешіңіздер, міндет әңгіме айтпай атқанына, әңгіме дегенде бетіп сөйлеп үйтпей атқанына. Достар, егер сіздер басқа ойын қаласаңыздар, Майнкрафттан басқа, мысалы Call of Duty Mobile дейтін ойын осы жақында шыққан, соны түсір деп атсаңыздар, соны түсіретін боламын. Ой, бір жетіп қалды. Есептеп істеп қойдым жалпы. Сіздер осы Call of Duty Mobile ойынын көргіңіз келсе, обязательно комментарий жазып кетіңіздер достар. Міне, енді біз осы жолы суды қайырын біреу, екеу, өшеттен бөлік. Және деп көзін тағы бірін өшеріне егетін боламыз. Менде жалпы бәрі дайын тұр. Осыны екінші этаж істеу үшін де
жалпы бәрі дайын тұр. Енді бізге зауыр. Міне осы ферма әзірше әлі біткен жоқ, қазір бітетін болады. Енді маған шелек керек. Шелекті аламыз. Сосын ана жақтағы суға барамыз. Достар, осы көп тауықтар, мен сіздерден кішкене айтпай кішкене өзім істеген. Осы тауықтары кішкене андай өзінің жемдерін беріп, кішкене балалармен көп себебім, және мына екі қойды алып келдім. Енді достар, енді қой алып келген соң, енді бізде бір тамақ болатын болды. Достар, осы күнге дейін менде өзіме дұрыс керексіз тамақ жетпей қалып жүрді. Тамақ жетпей қалып жүрді. Енді осы жолы жететін шығар деп ойлаймын. Енді сол ана ферманы егере салсақ, уже бізге осы біздің малдарымызға, яғни қойларымызға не істеуіміз болады, уже өзінің тамағын беріп, балдарын істеп, еттерін жеп дегендей. Міне бірінші болды. Әлі үшеуірді. Аламыз. Достар, мен сіздерден кешіріңіздер, бұны енді қайтадан айтатын боламын. Достар, мен сіздерден әрбір видеом сайын сіздерді сұраған достар, подписаться етіңдер, ең бастысы подписаться етіңдер. Достар, ол не себепті десеңіздер, достар, мен жалпы бұл каналыма мен өзімнің мақсатым, арманым жалпы 10 подписчикке дейін жеткізу. Бұл каналға 10 подписчикке жеткізсеңіздер, достар, сіздер бұл каналдан уже стримдар шығып тұратын болады. Стримдар шығып, кішкене сіздермен сөйлесіп тұратын боламын. Бұйыртса сол кезге де жеткізсін. 3 шелегіміз қалды. 3 шелек болса, енді андай мотыга деді, мотыгамен типа жерден қопартсаймыз, қопарамыз, қопаратын сияқты. Жалпы қопаратын сияқты. Неге қоямыз? Қойнап барамызды. Екісі жүріп Міне достар, мына ең соңғы шелек. Мына осы шелек деген соң, қарнымыз қайтадан ашық болды. Там қормая бар екен. Болды, өте жақсы. Болмай ол. Енді міне. Енді біздің өзіміздің мотыгымызды алып келеміз. Сондықтан міне мотыгымызды аламыз. Алдын ала бәрін қазып үйтпей-ақ. Достар, кешіріңіздер, арыс дауыстар шығып жатса, жанымда бірдеңе қалып қалып еді. Мына сумен мына жердің бәрін қопаратын боламыз. Кешіріңіздер достар, мен есімде дауысым бітеріп қалып жатса, жасымдайдың бәрін қойып кекші. Міне болды достар. Аяқтадық. Енді неге біз негеміз сен достар, сол біздің осы пшеница деді, пшеницамызды егетін боламыз. Міне бізде 23 бар екен, 30 жол. Міне бұлағаймыз. Мерге. Достар, осы неге? Нерге қойға жалпы болма. Міне мұнан қараңыз, нерде мысалы мынау кішкене қаралау болып бәрі кішкене дыңқылданады ғой. Дыңқылданғанды салған жақсы мейлі өйстіп
бүйтіп дыңқылданбай тұр салған жақсыны или ол достар или андай типа разница жоқ па екен. Бірақ сонда да оған қарамай сала берейік. Достар енді ошол біздің барлық жеріне жетпейтін сияқты. Барлық жеріне жетпейді екен. Жетпес. Онда мен дәл аяқ астына салмай. Онда мынаны бүйтіп жартысын болсын салып қояйық. Енді алғары картоп тауып атса, келе морковка біріне тауып атса, өшірі картоптарын, морковтарын егетін боламыз. Атын шауып жүрейік. Міне достар, енді бұл ферма салынып бітті. Енді бертін өссе, кішкене нан істеуімізге болады. Бір жағынан ана өсіп жатыр. Достар, бізде айтпақшы не бар ғой? Айтпақшы міне біз мындай сүйіктен істелетін тез өсіріп жіберетін бар ғой. Соны тез өсіріп жіберіп, мал екі қойдың баласын істеуге болады ғой. Опа. Несі беріле ме? Беріледі екен. Тағы да қайсы өсіп өтіркен бастап. Ешіп көшақ, бірақ бүйтіп бәрін бір жерден бір шайық. Бірақ бізде бір олыстар жетпей қалып тұр. Бірақ бұл жақсы жетпес. Міне достар, уже біздің фермасы бітті. Жаңадан ферма салды. Уже екінші ферма. Енді алғары, дәл қазір алғары екінші этажын істейтін боламыз. Достар, мен бұл екінші этаж істегенде мен не қосатын боламын? Ускорение дейді. Сонда ускорение қосатын боламын. Сіздердің кішкене іштеріңіз пысып кетпес үшін. Міне біздің ерен, біз бірақ қалай көтеріледі екенбіз. Покажу, көтеріле салайық. Осының бәрін болған соң қайтадан жауып тастаймыз. Достар, және де мен басымен несіп өтіреді ғой, құмды несіп өте жақсы. Мере андай нелерсе қойып атқаным ғой. Мына әйнек істеу керек қой, екінші этажы қанша дегенмен. Соған арнап бәрін дайындап қойдым достар, бәрін алдын ала. Ой. Біреу. Екеу. Үшеу. Төртеуден бол керек. Төрттен болды достар. Енді мен осы үйді салып атқаны үндемей отқаны сіздерге қызығымыз болар. Сол себепті достар, қазір мен бұл видеоны ускорить ететін боламын, яғни кішке бәрін тез істелетін еткізіп. Достар, біз және де ускорениеға кеттік. Міне достар, біздің екінші этажымыз салып болдық дегенде, енді мына жерде астына ағаш жетпей қалды, кішкене банасының мына жерінде көргеніңіздей андай берез ағаштар жетпей қалған, және де крышасын салу керек, ұмытып кеттім. Сол не қылады, сол заттар жетпей қалды достар. Егер де сіздер бұл үйден жалғас шығып жатса, бұл үй уже сіздер қарағанда 7-ші бөлім шықса емес шығатын болады. Егер де сіздер қалап жатсаңыздар, егер достар басқа ойындар қаласаңыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Мысалы Call of Duty Mobile бана айтқандай, или Standoff дейтін ойын бар. Мысалы сондай ойындарды қаласаңыздар,
комментарий жазып кетіңіздер. Достар, енді кішкене мен жалпы бұл канал тек қана Майнкрафтқа емес, жалпы любой ойын түсіруге арналған. Егер сіздер тек қана Майнкрафт түсіруін қаласаңыздар, Майнкрафт түсіре беретін боламын, достар. Опа, мына жерге қоямыз. Міне достар, ошол қайтадан жетпей алды крышаға. Қайтадан дегенде енді тағы да жетпей алды мен заттарым. Достар, егер бұл Майнкрафттың 7-ші бөлімінің жалғасын көргіңіз келіп жатса, 7-ші бөлімі шықса, сіздің қалауларыңыз бойынша уже бұл үйдің крышасы және де бәрі заттары уже бәрі жақсы болып дайын тұрады. Біз бүгінгі видеомызды аяқтайтын болармыз, достар. Сіздерге рахмет. Егер сіз осы жерге қарасаңыздар, сіздерге үлкен рахмет. Сіздерге үлкен рахмет. Мен міне қазір көрсетіңіз, мына телефонды көрсетпейін. Ай, міне болды. Еще оптаймыз, достар. Монстр дейді қасымызды анжабәсе. Достар, біз бүгінгі видеомызды аяқтайтын боламыз, достар. Сіздерге рахмет. Бұл видеоны осы жерге қарасаңыздар. Сендердер. Достар, сіздерге үлкен рахмет. Осы жерге қарасаңыздар, достар. Бұл видеоны жалғасын көргіңіз келіп жатса, достар, обязательно бұл видеоға лайк басып кетіңіздер, достар. Егер сіздер бұл видеоны жалғасын көргіңіз келіп жатса, бұл видеоға 4 лайк жинаңыздар, достар. Тағы да 4 лайк жиналса, бұл видеоның 7-ші бөлімі шығатын болады, достар. Егер сіздер басқа ойын қаласаңыздар, комментарий жазыңыздар. Және комментарий жазғанда, достар, және де андай комментарий жазып ұмытпаңыздар. Маған кішкене оңайлы задание жазыңыздар, мен заттарым жететіндей, және де кіші маған мотивация беретін комментарий жазыңыздар. Мен сіздер топ комментарий және ерекше комментарий шығаратын боламын, достар, сіздерді. Достар, ең бастысы, достар, подписаться етуді ұмытып кетпеңіздер, достар. Бұл канал 10 000 лайк жиналса, достар, стримдер түсіріп бастайтын боламыз, достар. Стримдер түсіріп бастаса, бір жағынан сіздерге де жақсы, мені кішкене көретін боларсыздар, сіздермен сөйлесетін боламын, тікелей эфирде әйтеуір андай видео мен комментарий алған емес, сіздерге бір жағынан ыңғайлы болады, достар. Бұл канал сол себепті 10 подписчикті жинасаңыз, достар, сіздерге үлкен рахмет айтатын боламын. Және мен сол кезде конкурс ұйымдастыратын боламын, бұйыртса сол кезде 10 подписчикке жеткізсек, достар. Және видеомызды көп ұзартпай қояйық, достар. Және де біз видеомызды аяқтаймыз. Бәрілеріңізге сау болыңыздар.